Сәлем достар, қалдарың қалай? Бұл мен. Бұл менің қыз күніндегі үйім. Ол жақта ремонт жүріп жатыр. Ал мен әкеме көмектесіп жатырмын. Біз осылай ағаш есік сатып алдық. Және де оны полностью краска жақтық. Краскасы кепкеннен кейін мен осылай лейкопластырмен жабыстырып, оған узор сызып шықтым. Сары түсті узорлайтын боламын. Әкем келіп маған ақылын айтып жатыр. Ал мен оны жасап жатырмын. Жалпы жаңа үйдегі есіктің бәрін осылай ағаш есіктен жасадық. Өйткені пластик есіктер немесе жаңа есіктер әкеме мүлдем ұнаған жоқ. Өзімізге ұнайтын сері түске бояп алдық. Сосын осылай узорын сызып шығамыз. Үйіміздің іші өте керемет, жайлы, әдемі, кең болып шықты. Жаңа үйдің аты бәрібір жаңа үй ғой. Ал мұнда бәріміз олап-жуап, қисық жерін тегістеп, әкем краскалап көріп жатыр. Екеуміз бір есікке үңіліп әйтеуір осыны амал әрең дегенде бітірдік қой. Мен негізі күнде бұлай запись жасамаймын. Балаларым шулап записте жасатпайды. Балалармен шулап отырып жасаған записіме лайк басып кетіңіздер.